Осы ауада сескенді көре берген. Жанымда туылай мал сасып кеттің ғой подруга. Жаңа қанат менен барып мал сойғанбыз болса, әлі жонған жоқпын, сасып жүр. Подруга құлпырып әдемі болып кетті, сол мұртын қырғасын ба? Ой, сучка, сен маған өйтіп айтпай ақ қойшы, мұртың сәл өссе Пушкиннің қарындасы болып кететін едіңсің ғой сақалыңмен бірге. Не болды сонша қарап, өзіміз ғой басқа жерде емес қой. Ой, подруга, сенде бір жақсы көйлектерің бар ма? Жоқ, мен Айшадан алып келем ғой. Өткенде Айшаның бір қара көйлегін алып, қолтығын далаға жібергенсің ғой. Бір қолтығын көтерсең, Алматының түндері ай болып жатыр ғой. Айтпақшы, подруганың аяқтың жүнін қыру керек еді, тұр нәрсе. Ой, подруга, аяғыңды тартшы, аяғың жүні өруге келіп қапты ғой. Бұл хуйня. Арманға телефонымды берген ғой. Гуглға кіріп та мен ішіндегі сайттарды өшіріп ұмытып кеткен. Видео қосылып кетеді. Алып кетесің. Сен құрбың негізі қуат, басың қоспа деп менен сұрат. Райондағы братандар. Кеше сендер емес па Бахан магазин алдында соғып өткен? Мә, братан, байқамай қалдық. Байқамай ұрып кететін шығарсыңдар, может, бір күні? Жоқ, брат. Братчик, той зимой деген өлең тартшы. Братан, аккордтарын білмеймін ғой. Білмеймін ғой? Темекі өрсей, братчика. Братан, темек тартпай бұл. Қойыңдаршы, білемін ғой, мен бәрін білемін, бәрін көріп жүрмін, берсе ешкімге айтпаймын. Бахан братчик емессің ба? Иә. Баха? Братан, айтпай берді. Братчиктің темек шегеп тұр ғой нақта. Братчик, берші. Мынау бет біреудің басына кигіз жегенге жақсы екен, ә? Онда ғани бар, азамат. Оншы класс па? 10 оқисың ба? Мә, біз 10 оқитын кезде ірі қоналар майда ұрсаң құлап қалайын деп жүр. Ассалаумалейкум, братан, қалайсың? Қалайсың, братан? Сендер не ұрғандығына сылайсың, ек қолына амал братан. Сенің бойдағы роднойың. Родной, кеше айлық алып бәріне ішіп тастағансың, қатын бала жаға деген жоқ қой. Потом роднойлар бір саунаға барып кетпадық қой өзіміз. Че там? Білесің өз, жермейді бала шаға бар ғой. Қойсың өзім барып кетіп. Bir коляска көрем ғой балама ше, анан битсең былай төбесі былай жабылады ғой. Қой, сон дәл сон мен интернеттен көрдім ғой, родной. Иә? Жігіттер, басқа тема айтайық, бір бильярд туралы ма? Сенің қызың бар, родной? Иә. Біртүрлі шығар, біреу папа десе. Мына қыздың фигурасың қарсы, динозавр. Еще лайк бас қойсың, родной? Басасың, сендер басамайсыңдар, әйелдерінен қорқасыңдар, Қыз қай жылда? Настя ғой екі баласы бар. Қош? Амайды сондай қыздар ше. Басқасы басқа аяқты жылыста үйленгеннен кейін түсінесің. Құлмаш нахуй, үйленіп алып ақыл айтып кететін. Сосын родной, наушник бар ма? Не істейсің оны? Просто керек болып тұр. 1, 2, 3, 4 сезіміңмен өртеп өт, сыйламаған сірә талайға. Егер де біз хирург болсақ. Біз келмесек өліп қаласың, ә? Арзан укол салып жүрейік па? Так, операционныйдан артық адамдар шығамыз. Жата беріңіз, өбе, сізге қатысы жоқ қой. Кесек үшін. Қарбыз кесіп жатсың, дұрыстап кесейін. Так, не болған маған? Тамақ жеп атып, ішіне қылшық кіріп кеткен дейді. Мынау қыл жеп атып, ішінен тамақ шыққан сияқты ғой. Бүкіл ақшаны осы ең жеп жүрген. Ішегін қарсы. Ақтөс, ба. Қазір қайттан саламыз ғой ішіне. Ақтөс, ақкөй. Асты жағына ойлашы. Операцияның бүтініне сәлек қалды. Ай, аға ауырып отыр. Наркозбен жасайсыздар ма? Ауырып отыр. Не сен мешет етіп атсың? Таста өзі істеп алсын. Өзің істеп алма. Ауырып отыр. Болды. Операция өте сәтті аяқталды. Өзіңізді қалай сезініп тұрсыз? Аузын тік ұстаппыз ғой біз. Егер де біз источник болсақ. Бер. Тиді, болды, әдем тиді. Нормально. Братан, ол неден кеткен? Мәші, вообще жүрмей жатыр. Не ғанау? Ауғыстың шнурын ауыстырсай. Бірақ мына артқы фарын ауыстыру керек саған. Ол жаңа ғой. Қой? Иә. Сап қойым ғой қазір. Не ма, братан, сіз темек шегетін бедіңіз? Иә. Мә, содан ғой мынау кетіп қалған. Айтпайсың ба, братан келген кезде темек шегемін. Түсінбедім. Брат, темекін алып тасташы. Ей! Мен не болды астына? Ей! Брат, тұрсай, айтып отыр. Айтсай. Не болды астына? Құршаш, не болды келе бермей. Баш, ұйықтап отыр ғой адам. Жақсы, брат. Кеп тұр осындан. Яны қолыңды? Боқ, бля, ана тоғырмыз ғой, ана машина. Кеттіге. Поқы.